Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы бөлшек рационал теңдеулер. Бөлшек рационал теңдеулерді шешу үшін не істеу керек? Ең алдымен ортақ бөлімді табу керек. Содан кейін алымын толықтауыш көбейткіштерге көбейту керек. Шыққан бөлшектің алымындағы теңдеуді есептеу керек. Оның түбірлерін табу керек. Ең алдымен біз ортақ бөлімге келтіреміз. Бұл жерде көріп тұрмыз, x квадрат минус 4 бізде қысқаша көбейту формуласын беріп тұр. Яғни x квадрат минус 4 дегеніміз x квадрат минус 2-нің квадраты. Екі өрнектің квадраттарының айырмасы. Яғни ол x минус 2 көбейтілген x плюс 2-ні беріп тұр. Жазып аламыз. x минус 2 x плюс 2 минус x бөлінген x қосу 2 минус x тен 0. Енді ортақ бөлім бізде, яғни x минус 2 x плюс 2. Ол үшеуіне де қалдықсыз бөліну керек. X-тің бөлімінде бір бар деп есептейміз. Енді бірінші өрнектің бөліміне бөлген кезде бізде толықтауыш көбейткіш 1-ге тең болады. Екінші бөлшектің бөліміне бөлген кезде бізде x минус 2 қалады. Үшіншісіне бөлген кезде дәл өзі қалады. Біз оның бастапқы түрін жазамыз, бізге көбейтуге ыңғайлы болу үшін. Енді бөлшектің алымын толықтауыш көбейткіштерге көбейтіп шығамыз. Яғни x кубты 1-ге көбейтеміз, азайтамыз. X-ті x минус 2-ге, азайту x-ті x квадрат минус 4-ге. Бөлімінді, ортақ бөлімді жазып қоямыз. Енді жақшаларды ашамыз. Яғни ортақ көбейткішті жақшалардың ішіндерінде көбейтіп шығамыз. X куб, азайту. X-ті көбейтеміз x-ке, x квадрат, минус x-ті көбейтеміз минус 2-ке, ол плюске айналып кетеді. Минус x-ті көбейтеміз x квадратқа минус x куб, минус x-ті көбейтеміз минус 4-ке, плюс 4x. И бөлімі өзгеріссіз. Енді ұқсастарын біріктіреміз. Бұл жерде біз көріп тұрмыз. X куб бізде екеу, тек қана таңбалары қарама-қарсы болғандықтан біз оны бірден жойып жібереміз. Сонда бізде не қалды? Минус x квадрат қосу 2x қосу 4x. Ұқсастарын біріктіреміз. X квадратқа ұқсас жоқ, демек өзін жазамыз. 2x пен 4x. Екеуін қосамыз, бізде 6x береді. Бөлімі өзгеріссіз. Енді біз бөлшектің алымымен жұмыс істейміз, себебі бізде алымы 0-ге тең болса, онда бөлшектің мәні 0-ге тең болады. Ал егер бөлімі 0-ге тең болса, онда осы бөлшектің мағынасы болмайды. Сондықтан біз бөлшектің алымын 0-ге теңестіреміз. Минус x квадрат плюс 6x тен 0. Осы теңдеуді шешеміз. Оны шешу үшін біз не істейміз? Ортақ көбейткішті жақтан сыртына шығарамыз. Ортақ көбейткіш бізде минус x. Сонда мұнда x қалады, мұнда 6. Енді жеке-жеке 0-ге теңестіріп қоямыз. Минус x 0-ге тең, және x минус 6 0-ге тең. Осы екеуін шешеміз. X тен 0-ге, x1, x2 тен 6-ға. Демек, осы теңдеудің шешімі x1 0-ге тен, x2 6-ға. Және біз табу керекпіз. Бөлімі бізде 0-ге тең болып кетпеу керек. Демек, x квадрат минус 4 бізге 0-ге тең болмау керек. Демек, x тең болмау керек 2-ге.